Şey bolam ya. Akım машинасын istep koydum, apart bер бар. Болды, рахмет. Ризамын да баба сізге. Тірлігіңіз жаман тез істейсіз, әдемі істейсіз. Сондайлар не дейтін еді? Қолы жеңіл дейді, қолы жеңіл адамдар. Ал меніңше анау көшеге шықса болды, проблема әйтеуір. Қайға барса жол болмайтындар не дейтін еді? Андай ма? Жолға шықса проблема болады ма? Аяғы ауыр дейді онда. Аяғы ауыр. Онда маман да аяғы ауыр екен да? О, басқа нәрсе ол. Саған қатысы ғой. Мамаң аяғы ауыр ма не? Иә. Ма айтпады ғой. Ол да ағымарына кіріп кеткен жоқ па? Сізге шықпасам ше, қазақстан климатына үйрене алмай адам бар ғой. Күттік жаман. Ана мақсат шай бар ғой. Сол акция өткізіп отыр ғой. Бірінші. Кеше Жездуханның 44-іне Түркістаннан бір қызыл жүгілей тауып, бүгін екінші күнге тағы сұрағанымыз ғой. Жүгілейін жеп қоятындай, ойбай, ертең өзім алып келем деп кеткен. Таңда жолға атмағанбыз. Жоқ. Содан күйініп жүгілей сатып аламын деп отырмын. Бар ма? Осындай қызыл жүгілей бар ма? Сататындар. Тегін бере салатындар болса да вообще. Күшті. Сатып аламыз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қайырлы кеш. В общем, зор моторист тауып. Қадов, мотор. Жүгілі-мүгіліге, тәде? Бой марки. Тегін жүгілейін бой. Марат деген кассапаров сіз ба? Алейкум ассалам. Я, мен. Мен осы ауылдың жаңадан сайланған әкім едім. Я, балдар айтып еді, әкім осы деп келіңіз. Жаңа балаңыз артыма кіріп кетті. Ол жұмысқа кірем деп кетіп еді ғой. Бірден көтерілейін дедім әйли. Жоқ, машинамен кіріп кетті ғой. Машинамен ба? Адамдар аман ба? Аман. Болды, адамдар аман болса болды, басы темір бітеді ғой. Дұрыс айтасыз. Адамның құны емес қой машина деген. Дұрыс айтасыз. Қолымыздан келеді, істеп береміз оны. Дұрыс айтасыз. Оның үстіне қазір қыс ауа райы, жолдың бәрі тайғақ. Дұрыс айтасыз. Ол зимнемен тайып кетіп жатыр ғой. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз дей бермей, әкім болсаң соны тазаламайсың ба сол жолды? Дұрыс айтасыз. Сен өзің мнениең жоқ қой, қандай әкімсің? Дұрыс айтасыз. Инстаграмда шұқылап отырасың ғой, короче. Сөйтіп, уағыз шығып қалады енді. Уағыз болғанда қалай? Отбасыға байланысты әйелдің ерінің алдындағы міндеті деген сияқты, әйел күйеуінің разылығын алу керек деген сияқты уағыздар шығып қалады да. Келіншегіме жібере салайшы дейсің ғой, енді зияным жоқ қой деп. Келіншегіңе жібересің. 5 минуттан кейін қайтадан инстаграмға кірсең, келіншегің саған 10 түрлі уағыз жіберіп қояды ғой. Еркектің әйелінің алдындағы міндеті дегенше, әйелге көңіл бөлу керек дегенше. Білмеймін, менің әйелім ғана сондай ма, или барлықтарың сондай ма? Бауырлар. Айтамазан машинаңызға, машинаның ішіндегі салонына. Інім, бір айналып кеш бар. Бір айналып келетін, братан, саған шалбарым балағын қысқартып отқан жоқпын ғой. Тиын берсе, жарамазан айтып тұр ғой. Ой, тиын жоқ, менде наличка жоқ. Каспий голд бар ғой менде, братан, Каспий голд қаудап жүрсей. Ірі менде 10 мың теңге. Майдалап берем ғой, 10 мың берсей. Майдалап бересің ба? Құдайға шүкір, бір көшеге айтып шықтық қой. Алып қол. Қазір майдал. Былай қарай жүресің ба, братан? Базарға кетіп барадым. Таксовать етіп жатсың ба? Қанша базарға дейін? 200 теңге ғой. Жетіп алсайыншы? 30 кет алып кетейін.
Базарға барады, продукт алуға. Қанша дедің жоға? 200 теңге 200. Мә, 10 мың. Майдан қайқында ғой мен бұл. Білмеймін, өзің көрсей бір адам. Тез айташы. Сұрақ қоямын да. Дұрыс тапсаң, сыйлық беремін. Дұрыс таппасаң, сыйлық жоқ. Маған қайсы ай ұнайды жылдың ішінде? Январь? Январь? Не үшін? Апаң туған күні. Жоқ, маған февраль ұнайды. Неге? Өткені февральда әйелдер аз сөйлейді да. Не үшін десей? Не үшін? 28-не бітеді. Сол үшін февраль ұнайды. Короче, жизуха хатта түсірім басталды. Ya bir yeşil kayın var mı yani? Tempo. Bir kayın var ekan aldı жүрген. Мәке, түнгі съемка, Мәке. Тезка. Түнгі съемка. Зор болды. Дос еке. Шаршамаңдар, жігіттер, шаршамаңдар. Шаршама, хакимай, шаршама. Тоғанай. Сен де өтіп жезу қоқ? Маға тезе. Камераны қорқадың, слабый. Слабый. Инстаграмда анандай адамдар бар ғой. Поделицияда бірінші тұрған адам саған мороженое әперу керек. Поделицияда екінші тұрған адам сенімен шетелге шығады дейтіндер көп болып кеттік деп ойламайсыңдар ма өздеріңді? Не қылып бүйтіп жамырап кеттіңдер жан жақтан?